Қайырлы күн достар, сіздермен Нұрлан. Бүгін біз сіздермен екінші сабақты өтіп жатырмыз. Бұл сабақта біз сіздермен CoinMarketCap сайтымен танысатын боламыз. Ең алғашқысында біз бұл сайтқа келген кезде барлығы ағылшын тілінде тұрғанын көреміз. Бұл тілді ауыстыру үшін өзімізге жақын мына жердегі функцияға бассақ, мына жерде орыс тілін таңдай аламыз. Байқасаңыздар, как раз таки осы жердің қасында бізде доллардың значогы тұр. Осы жерге таңдасақ, біз өзімізге керекті валютаны таңдасақ болады, допустим, евро. Бізде барлығы, допустим, мына жерде капитализация уже евромен көрсетіліп тұр. То же самое бізде барлық объемдар, ақшалай көрсетілетін суммалардың барлығы именно евромен көрсетіліп тұр. Әрине бізге именно доллармен көрген ыңғайлы, бірақ та өздеріңізге басқаша көрген ыңғайлы болса, тіпті рубльмен де көрсеңіздер болады. Біз тағыда не байқап тұрмыз? Ең үстіңгі жағында, яғни мына жерде бізде ең алғашқысы криптовалюта деп тұр. 22547 криптовалюта общий бізде қазір құрап тұр. Биржа, яғни обменники 547 действующие есть. Рыночная капитализация именно криптовалюты в целом бізде осы сумманы құрап тұр. Объем за 24 часа, яғни именно объем торгов соңғы бір күнде болған, как раз таки бізде 58 миллиардты құрап тұр. Ал доминирование және де биткоин 41,6%, эфириум 18,4%. Және де мына жерде бізде газдың құны жазылып тұр. Енді біз тағыда не көріп тұрмыз? Мына жерде бізде топ 100 криптовалюты по рыночной капитализации деп тұр. Бұл жерде бізде основной как раз таки қолданатын инструменттеріміз деп айтсақ болады. Бізде мына жерде как раз таки топ болып тұр, байқасаңыздар да, сандармен жазылып тұр. Әрине бізде биткоин бірінші орында алып тұр, өйткені бұда рыночная капитализациясы ең үлкен сумманы құрап тұр, өйткені бұл жерде 428 миллиард объемды құрап тұр биткоин ғана. Ал эфириум 190 миллиард. Байқап тұрсаңыздар, бізде чем ниже, бізде соответственно именно капитализациясы соответственно азая береді. Неге бізде биткоинның доминированиясы почти 42% құрайды, эфириум 18,5% құрайды деген сұрақтар туындамайды деген ойдамын, өйткені біз оны именно по капитализацияны байқай аламыз. Соответственно, біз тағда бұл жерде не көре аламыз? Бізде биткоин все-таки фундамент қой, да? Тем более криптовалюта саласындағы бұл реально фундамент. Поэтому әрине бұған доверие гораздо больше, соответственно, и капитализациясы больше. Биткоин мына жерде өзінің формасы жазылып тұр. Бағасы 22.219 құрап тұр қазір. Дәл қазіргі бағасы 1 сағатқа өзгерісі, 24 сағаттағы өзгерісі и соңғы 7 күндік өзгерісі. Циркулирующее предложение именно айналымдағы и бағасы как раз за последние 7 соңғы бір аптаның ішінде бағаның өзінің қозғалысы. Дәл осылай біз әрқайсысын бүйтіп көріп шыға аламыз. Енді мына жерде бізде DeFi, NFT, метавселенная, Polkadot, BNB Chain, Solana деп тұр. Бұлардың барлығы бізде по сути категории. Пока что бұларға сіздерге өту вообще не обязательно. Егер де сіздер прям фундаментально долгосрочный инвестор ретінде қарайтын болсаңыздар, әрине, да, в большей степени именно сол адамдар, олар прям тщательно изучают. Оны қазір кішкене чуть позже айтамын. Допустим, вот NFT, да, NFT таңдадым, соответственно, бұл жердегі маған беріліп тұрған альткоиндардың барлығы бізде NFT-ге қатысты альткоиндар. Метавселенная таңдасам, соответственно, то же самое. Метавселеннаға сай қатысы бар альткоиндар. Топ токенов метавселенной по рыночной капитализации. Вот. Енді бізде биткоин ол основная криптовалюта. Ал биткоиннан қалған барлығы, тіпті эфириумда қалған барлығы бізде альткоин болып саналады. Енді біз бұл жерде тағыда не біле аламыз? Қараңыздар, допустим, да, вот космос атом, мен осыны поискке жазыпты іздеп таба аламын. Ішіне кірсек, бұл жерде біз не нәрсені біле аламыз? Оның рейтингін, бұл коин екен, 696.915 watchlist. Watchlist дегеніміз не десеңіздер, именно список наблюдений, яғни именно осы альткоин, осы монета бізде 696 мың адамның избранныйында сохраненныйда тұр. Вот. Космостың өзінің сайты, проводники, қандай сайттармен связаны, да, сообществолары, чат их, исходный код и белая книга. Переводчик, скорее всего, неправильно перевел. И контракты. Бұл жерде сіздер именно
Trust Wallet немесе MetaMaskпен өздеріңіз осы контракты арқылы сіздер обмен жасай аласыздар. Тезермен, допустим. Чтобы горячий кошелькқа өздеріңізге перевод жасап алатындай. Мына жерде рынкиді таңдасақ, мына жерде қандай биржаларда залистины, яғни қандай биржаларда торговля жасауға болатынын көрсетеді. Обзор таңдасақ, бұл жерде біз соңғы бір күн ішіндегі бағаның қозғалысы, бір аптаныкі, бір айдыкі там, и рыночная капитализация то же самое осылай біз байқай аламыз. Енді исторические данные, то есть бұл жерден біз полностью не болғанын, қалай болғанын, новости, да, какие были именно связаны космоспен, яғни атом монетасымен, да, оценка, дополнительная информация. Осы жерде біз барлық фундаментал анализ жасай аламыз. Яғни именно осы альткоинға, яғни фундаментальный анализ ретінде самым айтқан кезде не нәрсе. Допустим, да, сіздер осы альткоин таңдадыңыздар и думаете, долгосрочно покупать или нет. Қазіргі космостың бағасы мына жерде көрсетіп тұр по доллару, да, и цена атом в реальном времени, что такое космос, кто создал космос, именно осы альткоинді, что особенного в нем, да, пересылки, осы ссылкаларға кірсеңіздер болады, көріп тұрғандарыңыздай. Жалпы айтқан кезде бұл жерде біз барлық ақпаратты именно осы монетаға сай, осы монетаға қатысты барлық ақпаратты жинау арқылы оларды обрабатывать етіп, в дальнейшем именно долгосрочно покупать или нет деген секілді инвесторлар өздеріне ыңғайлы шешім қабылдай алады. Бірақ та самое важное решениелер бар, то есть олар қандай? То же самое, да? Бұл монета жалпы экосистемасы қандай пользасы бар, олардың основательдері кім, олардың основательдерінің қандай опыттары бар, қай жерде жұмыс істеген, қандай проектлері бар, бұл монетаның защитасы қандай. И вот таким вот образом сіздер оцениваете долгосрочные перспективы именно осы альткоиндікін. И за счет этого потом и будете принимать решение, стоит ли брать осы альткоинді или не стоит деген секілді. То есть бұл жерде бізде барлық пересылкалар бар, дополнительно біз өзімізге ыңғайлатып, интернеттен поисковикке кіріп, соответственно, сол жерден де өзіміз дополнительно ақпараттарды іздей аламыз. Но в большей степени осы жерде біз 80-90%-ға жуық барлық ақпаратты сразу осы сайттың пересылкаларымен бірге ақтарып, өзімізге ақпараттарды жинай аламыз. Және де өте мынандай сіздерге совет, қараңыздар. Бізде атом монетасының капитализациясы 308 миллиард. 308 миллиард. И рейтинг бойынша бұл 20-шы орында алып тұр. Соответственно, бұның рейтингі жоғары, өйткені криптовалюта жалпы бізде 22547 штук бар, да? Значит, бұл монетаның рейтингі өте жоғары. Достаточно жоғары, былайша айтқан кезде, да? Енді сіздер ойлайсыздар, покупать, не покупать, маған там сразу 10x, 20x, там да 1000%, 2000% бере алама деген ой болуы мүмкін сіздер, ой туындауы мүмкін. Енді естеріңізде болсын, чтобы любой альткоин, чтобы вырос хотя бы в 2 раза, яғни да, осы альткоин, осы атом бағасы, допустим, да, 13-4 болып тұр, да, условно айта салайын, 14 болады скоро, деп, да. И итого бұл атомның құны 28 болу үшін, 27-28 доллар болу үшін бір атомға бұның капитализациясы как минимум, да, вот 50-60-70% өсу керек. Это минимально. То есть желательно вообще вот, по стандарту, если чисто полностью логически ойлаған кезде была в основном именно 2 есе өсу керек капитализациясы рыночной, чтобы бағасы 2 есе өсу үшін. Соответственно, бывает исключение, когда рыночная капитализациясы там 60%-ға өсет, бірақ та құны 100%-ға өсет. То есть 2 есе профит береді, былайша айтқан кезде, да. Такие исключения бывают, и это нормально. Именно поэтому мен сіздерге айтып тұрмын, чтобы бағасы өсу үшін ориентируйтесь на то, чтобы бағасы 2 есе өсу үшін капитализация, соответственно, 65% жуығында үстінен қосып өсу керек. Яғни, бұл жерде, условно, 4 миллиард капитализация болса, примерно айтайын, то, что 6,5 миллиард, там 6 миллиард, 6,5 миллиардқа дейін өсу керек капитализациясы, чтобы бұның құны 2 есе өсу үшін. Вот, по идее, это так и работает. Но бывает все время исключения. И, возможно, я не до конца прав. Но егер де өздеріңізде көбірек опыт болса, можете сравнить.
И қараңыздар, то же самое, да, торговля жасаған кезде неге мен вообще не советую торговать өңкей болмайтын бір неизвестный альткоиндарда. Байқаймын то, что көп трейдерлер именно ошибка допускать етеді осылай. То, что олар сделка ашқысы келіп, прямо сделка керек, сделка жасауым керек, мен ақштауым керек деген жадыныз ойнап тұрады сіздерде. Соответственно, сіздің торговый стратегияңыз бойынша сетаптарды ешқандай көрмейсіз. Допустим, да, биткоин, эфириум, BNB, XRP еш жерде сетап жоқ, жақсы сетап жоқ. Соответственно, қараңыздар, сіздер там, допустим, какой-то бір непонятный Teller деген тауып алдыңыздар, оның капитализациясы всего 27 миллион ғана. И осы жерде сіздер торговля жасағыңыз келіп жатыр, допустим, да. И вот қараңыздар, просто сравните. Бұл монетаны, чтобы 10 есе өсу үшін, всего капитализациясына особо много разницы не должно. То есть, былайша айтқан кезде то же самый пример, чтобы бұны құны $32 болу үшін, біздің капитализациямыз 50-60 миллион доллар болу керек. 50-60 миллион доллар болу керек. Если сравнивать жаңағы 3,5 миллиард доллармен сравнивать еткен кезде, мына жердегі бір 25 миллион или 30 миллион или 50 миллион доллар сравнивать еткен кезде миллиард пен миллион, да? Вот сравните өздеріңіз. 3,5 миллиард и 27 миллион. Разницасы огромный. И рейтингі бұның 553. Бірақ та сіздің там идеальный торговый жерді көріп тұрсыздар. Смотрите, чем меньше капитализации, соответственно, тем выше вероятность манипуляции. Қараңыздар, бұл жерде, да, в любой жерде манипуляция вот әрине, бірақ та бұл жерде манипуляция жасау үшін өте аса үлкен объем керек емес. Бұл жерде даже такой среднячоктың барлығы манипуляция жасай алады, такие огромные движения жасай алады, искусственные. И әрине сіздер стоп-лосстайсыздар. И еще один момент. Егер де там биткоин 5%-ға өссе, бұндай альткоиндар капитализациясы аз альткоиндар там 10%-ға, 15%-ға, 20%-ға өсе бере алады. Потому что доминациясы жоғары, и бұл жерде манипуляция жасау үшін, соответственно, аз объем керек. Егер де биткоин 5%-ға құласа, то же самое, бұл альткоин, допустим, 20%-ға құлайды. Түсіндіңіздер ғой, то, что бұл жерде волатильность выше болады. Потому что рост и падение, соответственно, огромны. Егер де сіз бұны долгосрочно өзіңізге алатын болсаңыз, это бы считалось высокорисковым активом для вас. Реально. Поэтому не стоит торговать у них вообще не стоит торговать. Өздеріңізге белгілеп қойыңыз какие-то вот. Давайте мен қайтадан артқа бара салайын мына жерге, да, чтобы сразу көрсетіп отыратындай қылып. Лучше торгуйте биткоин, эфириум. Негізінде білесіздер ме? Бір инструменттің өзі сіздерге бастан аса жетеді. Тек қана биткоин торговля жасаңыздар, немесе тек қана эфириум жасаңыздар. Зато сіздің торговый стратегияңыз 100% отрабатывать етеді. Өйткені сіздің өзіңізде уже биткоин қалай қимылдайтынын уже сіз жаттап аласыз, эфириум қалай қимылдайтынын сіз жаттап аласыз. Әрине сіздің стратегияңыз көбірек жұмыс істейді, жақсырақ жұмыс істейді. Дұрыс па? И вот еще один такой совет. Там топ-50-ден астына қарай торговля жасамай қойыңыздар. Лучше не стоит вообще торговать особо там. Өздеріңізге ыңғайлы там 3-4-5 альткоиндарды таңдап алыңыз и тек қана солармен торговля жасаңыз. Допустим, мен қазір именно криптовалютасының ішінде биткоин, эфириум и линкті ғана торговля жасаймын. Все, басқалармен торговля жасамаймын. Вообще. Так, потом давайте жаңағы Теллерға өтейік қайтадан. Қараңыздар, трейдинг вьюді ашайық, біз білеміз, то, что бұның капитализациясы аз, и бұда манипуляция жасау үшін бізге көп қаражат керек емес. Ну, үйректарға, да, допустим. И біз мына жерде не көріп тұрмыз? Мынандай свитчаларды қараңызшы, мынаны қараңыз, мынаны. Вот осылардың барын қараңыз енді. Осы росты қараңыз, осы падение, мына движение свитчалар қараңызшы осы. Осы жерде сіз эффективно торговля жасай аламын деп ойлайсыз ба осындай жерде? Айтыңызшы маған. Жасалам деп ойлайсыз ба? Әрине жоқ. Әрине жоқ. Бірақ өте аз депозитіңіздің процентіне сіз можете кішкене откупить для себя высокорисковый актив ретінде. Портфель составлять етіп жатқан кезде әрине сізде 3 деленияға бөлесіз, ол высокорисковый, среднерисковый и безопасный актив ретінде сіз портфельді составлять етесіз. Соответственно, олардың барлығын өзіңіз уже полностью самостоятельно жасайсыз. Пока что мен сіздерге ол туралы лучше совет айтпағаным дұрыс деп ойлаймын.
Потому что был ролик, как вообще там бір-екі сағатқа болып кетіп қалуы мүмкін. Всегда диверсификация жасаңыздар. Обязательно диверсифицируйте. Потому что егер де сіз барлық активіңізді бір жерде сақтасаңыз, ал егер де ол құлап қалса, әрине сіздің ақшаларыңыздың барлығын жоғалтасыз. Допустим, сіздің ойбай там биткоин қазір өссе, мынау маған сразу бір сағатта 50% береді деп ақшаңыздың бәрін осыған саласыз, ал бұда риск, соответственно, 50%-ға құлап кетуге риск бар. Сразу же то же самое. Соответственно, риск бізде сопоставляется с прибылью. Егер де сіз барлық ақшаңызды бір жерге салсаңыз, и ол нәрсе құлап қалса, сіз полностью с одной сделки барлық ақшаны жоғалтасыз. Именно поэтому мы должны диверсифицировать. Долгосрочно откупать еткен кезде составляйте портфель высокорисковый, среднерисковый и прям безопасный, то есть, да, безопасный, высокорисковый, среднерисковый. Составляйте так, диверсификация, и никогда не держите деньги только в крипте. Криптаның ішінде ғана ақшаны ұстамаңыздар, егер де сіз прям долгосрочный инвестор болсаңыз, сіздің ақшаңыз и на фондовом рынке, и на индексах, и на форексовом рынке должно лежать везде. Недвижимость, допустим, да, какие-то техники, фиат, доллар достаныздар, евро достаныздар, фунт достаныздар, как вам легче. Но самое главное, диверсификация. Осылай әр жерге распределяйте. Зато, допустим, да, мысал ретінде, адамдар ойлайды, что банктердің өзі вообще құлап қалмайды, ол безопасность деген секілді, но нифига подобного. Даже банктың өзі полностью может обанкротиться. Егер де сіз барлық ақшаңызды бір банкте ұстасаңыз, а в скором времени сіз байқамайсыз, оны қалай болатынын білмейсіз ғой. Правильно, через 5 лет ол банк құласа, сіз барлық ақшаңыздан айырыласыз. То же самое. Соответственно, сіз даже ақшаңызды тек қана бір банкте ұстамау керексіз. Всегда думайте и знайте об этом. Думайте наперед, логически ойлаңыздар все время. Так, надеюсь, сіздерге осы ролик полезно болды деген ойдамын. В принципе, мен сіздерге қазір достаточно ақпарат айттым, и осы ақпараттарды обязательно дұрыс қолдануға тырысыңыздар. Дұрыс қолданыңыздар, обязательно. Вот, всем рахмет, всем удачи, давайте.